атадан қалған асыл сөз. Қазыбек би. Қазақ шежіресінде қаз дауысты Қазыбек би бабамыздың батылдығы мен батырлығы, тапқырлығы мен шешендігі жайлы талай аңыздар бар. Қалмақ қаны Қоңтайшыдан қалай құн даулаған туралы тағы бір шежіре аңыз былайша сыр толғайды. Қазақ елшілеріне тиесілі мал жанын түгел есептеп бауырластарын қайтарған қалмақ қаны Қоңтайшы: «Мен хан болғалы, басыма бақыт қонғалы, ешбір адамға тізе бүгіп көрген жоқ едім. Жығылғанымды білдіріп, сіздерге біраз сый қылайын» деп бұлардың басшы адамының әрқайсысына бір тоғыздан сый беріпті. Қазыбекке қарап: «Жаным Қазыбек, сен жаңа үйреткен жас тұлпар екенсің. Сенің айтқан сөзіңнен менің буыным шыдамай сіресіп тұра алмадым. Сондықтан саған екі түрлі белгі берем. Біреуі, сенің даусың қаздың даусындай қаңқылдап шығады екен. Сондықтан сенің атың бұдан былай қаз дауысты Қазыбек болсын. Екінші айтарым, 97 жүлдені саған арнап байладым. Бұдан былай сен екі сыбағалы бол» депті. Сөйтіп есеп қисап бітіп, қазақтар қайтпақшы болады. Мал мен жанды алдына өрістетіп салып, олармен хан қош айтыспақ болып еріп бірге шығады. Содан қош айтысамыз деп бір төбенің басына еріліп тұра қалады. Сонда қазақтың бір жас жігіті ортаға шығып айғай салыпты: «Уа, жиылған қалайық, менің айтпағым мынау» депті. «Мен басында қазақтың жылқышысы едім. Жылқы бағып жүріп жылқыммен қалмақтың қолына түстім. Мұнда келгеннен кейін бір уәзір ұрып, тонымды тартып алды. Өз ықтиярыммен бермеп едім, сабап тісімді сындырды. Атымды алып жаяу қалдым. Тісім сынып, сөзім бұзылды. Осыған жиылған көпшілік не дейді екен» депті. Сонда Қоңтайшы тұрып: «Ай, бұл немене? Басында бір бітім болғаннан кейін аяғында еселеп даулай беру дұрыс бола ма? Тон дегенің бір тоқтышақтың терісі шығар, ат дегенің сырты түкті, іші боқты бір тай шығар. Ал тіс сынса ауыз ішінде, қол сынса жең ішінде емес пе?» депті. Қазақ қалмақ таразға таға түскендей болып қалады. Ешкім ештеңе дей қоймайды. Сонда Қазыбек бала кейінірек тұр екен. Атты борбайға тартып жіберіп, Қоңтайшы ханның қасына жетіп келетті. Тісі сынса ауыз ішінде, қол сынса жең ішінде жүре беру керек деген не сөз? Оның үстіндегі жалғыз тоны жанат емей немене? Аузындағы 30 тіс болат емей немене? Астындағы жалғыз ат қанат емей немене? Ханның бізбен қарыспай бітіскені рас болса, жанатынан айырмай, болатынан майырмай, қанатынан қайырмай алғанын қайыру керек. Қазақ қалмақтың сатып алған құл емес. Бұл да біреудің ардақтап асыраған ұлы. Ерік тұл азат болып қайтуы керек» депті. Сонда Қоңтайшы Қазыбек сөйлесе аруақ асып кетіп, аузына сөз түспейді екен. «Мә, жанатыңа жанатым» деп, жанат ішігін шешіп береді. «Болатыңа болатым» деп, болат семсерім береді. «Қанатыңа қанатым» деп, астындағы қарағасқа тұлпарын түсіп беріпті.